қазір Украинада бірнеше күннің және қақтығыстан кейін қазір Януковичпен оппозиция келісімге келіп, келісімнің астына қол қойған еді. Енді менің ойымша сол 2004 жылғы конституцияға бұлар оралды. Ол конституция бойынша қазір билік парламенттің қолында, президенттің, өкімет үшеуіне бөлінген тең. Сол себептен майданда тұрған халықтың талабы Янукович отставкаға кету, бұлар әлі ол мақсатына жете алмайды. Менің ойымша сол себептен әлі осы кризис Украинада әлі жалғасады деп ойлаймын. Бұл кризистің артында тұрған сыртқы мемлекеттер, сыртқы ел мемлекеттері, біріншіден ол Ресей, екіншіден Евроодақ. Бірақ мен түсінгенім, Украинаның халқының көпшілігі Евроодаққа ұмтылмақшы, Евроодақпен көбірек жұмыс жасамақшы, солармен ынтымақтастыққа жәндегі өздерінің жолдарын бұрып жатыр. Сол себептен мына Ресейдің саясаты бұл жерде ақпарат саясаты, сосын Януковичтің қолдау саясаты, бұның барлығы кері әсерін тигізді. Бізге, Қазақстанға, бізге үлкен бір сабақ болайын деп тұр. Менің ойымша қазір осы Ресейдің рөлін қарайтын болсақ Украинада, біз осыған қарап Евроодақтың, Евразиялық экономикалық одақтың құруына кішкентай тоқтатып, тосқауыл қоюымыз керекпіз, кейінге қалдыруымыз керекпіз. Осы ақпарат бойынша осы жылдың мамыр айында сол келісімге қол қояды деген болжау болған еді. Мен ойымша Қазақстан сәл болса тоқтатып, алдын ала кеден одағында қалай өмір сүретіні сол бір проблема болса соларды шешіп, сонан соң кейінге қалдыру керек. Себебі Ресейдің саясаты шын айтқанда мынандай қақтығысқа әкелсе, халықтың бөлуіне әкелсе, келешекте мысалы Украина қазір мемлекеттігін жоғалтуға да жолында тұр, мысалы бөліну жолында тұр қазір. Мысалы әлі біз мынау шығыс жақтағы облыстардың әлі несін өзінің демаршын былай қадамдаған әлі көрген жоқпыз. Әлі бәрі алдымызда көрсетеді. Бірақ сонымен қатар менің ойымша бұл Украинадағы болған оқиғалар Қазақстанға үлкен сабақ болу керек деп ойлаймын.